қазір дүние жүзінде санкциялық текетірес болып жатыр. Осы құрылған кооперациялық кәсіпорындар осы халықаралық санкцияларға ілініп кетпес үшін қандай іс-шаралар жасалып жатыр? Басты санкция түспеу үшін кедергі біз өзімнің отандық қаржы ұйымдарын қатысуы. Біздің жобаларымыз санкцияға түспеу үшін ең басты кедергі біздің қаржыландырған қаржы ұйымдары. Ертіс Атасу Алашонкөл бағыты бойынша мұнай айдау тарифі қосымша құн салығын есептемегенде тоннасына $15